Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз алгебра 7-ші сынып 6-32 есепті шығарамыз. Бұл жерде бөлшектің бөлімі m, сондықтан m-ді ортақ бөлімге береміз. Мұнда 1 түседі, өз-өзіне бөлсек, мұнда өз-өзіне бөлсек 1 түседі. Сонда a минус x плюс b плюс x болады. Мына жер плюс болғандықтан барлығы өзі жазылады. Енді бөлшектің бөлімі m болады. Мұнда a болады. Енді минус x пен плюс x жойылып, бізде плюс b қалады. Сонда a плюс b бөлінген m болады. Бұл бізде 6-32-ның біріншісі. Енді екіншісін шығамыз. 32-ның екіншісі. a минус 3b бөлінген n плюс 4b минус a бөлінген n. Енді ортақ бөлім n болады. Мұнда 1 түседі, мұнда 1 түседі. Сонда a минус 3b плюс 4b минус a. Плюс болғанда барлығы өзі жазылады. Тең n бөлінген a мен минус a жойылады. 4b мен 3b алынып, бізде b қалады. Сонда b бөлінген n болады. Сонда екінші есептің жауабы b бөлінген n болады. Үшіншісін шығарамыз. Үшіншісі бізде x минус b p бөлінген p минус x плюс b p бөлінген p. Ортақ бөлім бәріне p болады. Сонда мұны p-ға бөлсек 1 болады, p-ны p-ға бөлсек 1 болады. Сонда x минус b p плюс минус болады. Минус болғанда мұнан жақшаға аламыз. x плюс b p. Енді барып жақшаны ашатын болсақ, x минус b p болады. Енді минус x болып ашылады, минус b p болып ашылады. Сонда мына жерде плюс x пен минус x жойылады. Мына екеуі қосылып минус 2b p-ны береді, бөлінген p болады. p мен p қысқарады, сонда минус 2b қалады. Сонда ең соңында есептің жауабы үшінші есептің минус 2b болады екен. Төртінші есеп s плюс q y бөлінген q минус s минус 2q y бөлінген q. Ортақ бөлім q болады. q-ді q-ға бөлсек 1 болады, q-ді q-ға бөлсек 1 болады. Мына жерден s плюс q y болады. Минус мынаны s минус 2q y деп алайық. Тең мына жерде q болады. Мына жерде s плюс q y минус s плюс 2q y тең q. Плюс с мен минус жойылады. Мына екеуі 3q y болады. Мына екеуі қосылып, q y пен 2q y қосылып 3q y болады. Мына q мен q қысқарады, сонда 3y қалады төртіншісінде. Бұл 6-32-ның төртіншісі. Сонымен есептің шығар жолы осындай. Егер есептің шығар жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.